Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде осындай әдемі әрі дәмі өте дәмді болып шыққан шұжықтың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Шұжығымыздың іші толық піскен, әрі дәмі өте керемет болып шыққан. Кез келген мерекелік дастархандарыңызға, не болмаса қонақ шақырған кезде қонақтарыңызға ұялмай ұсына алатын өзгеше тамақ болып шықты. Ендеше осы шұжықтың жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін көріп, лайк басып пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Ал тіркелмей жүргендеріңіз болса, қазақ тілді контенттің дамуына азда болса үлестеріңізді қосып, жанында қоңыраушаны баса кетіңіз. Алда уақытта тағы да менің шығатын өзгеше рецепттерімді бірінші болып сіз көретін боласыз. Ендеше бастаймыз. Шұжығымызды тұздалмаған жас еттен жасаймыз осындай. Менде мына жерде сиырдың еті, қарап отырсаңыздар, майсыз еті. Егерде сиырдың семіз етінен алатын болсаңыздар, шұжықтарыңыз суыған кезде майы тоңдап қалады. Сондықтан да мен майсыз етін алдым. Қасына майлы әрі дәмді болу үшін қойдың құйрық майын қостым. Сонымен бірге комбинировать етіп жасауға да болады. Егер жарты келі сиырдың майсыз етін алатын болсаңыздар, қасына семіз жылқының етін қоссаңыздар болады. Сол кезде де шұжықтарыңыз өте дәмді шығады. Алдымен етімізді майдалап, ұсақтап турап аламыз. Ет тартқыштан өткізбейміз. Осылай етіп, ұсақтап турап аламыз бәрін. Майымызбенен етімізді ұсақтап турап алдық. Енді үстіне біраз қасық ас тұзын саламыз. Жарты ас қасық қара бұрыш саламыз. 80 мл салқын су құямыз. Және күштен өткізіп қойған 2 ас қасық толық сарымсағымызды саламыз. Қолымызға қолғабымызды киіп, тұзымызбенен сарымсағымыз еті мен майына әбден сіңгенше 5 минуттай осылай қолымызбен мыжғылап араластырып аламыз. Етімізді жақсылап араластырып алдық. Енді алдын ала дайындап қойған ішегіміздің бір жағын жіппен байлап, екінші жағын аузын осылай ашып, етімізді толтырып саламыз. Меніңше сиырдың аш ішегі, өздеріңіздің қолдарыңызда бар ішектеріңізді пайдалана беріңіздер. Және өздеріңізге ұнаған жолмен толтыра беріңіздер. Ішегімізді толтырып алғаннан кейін екінші жағында жіппен байлап, тоңазытқышқа 2 сағатқа қойып қоямыз. Тоңазытта 3 сағат тұрған шұжығымызды алып, қайнаған кезде жарылып кетпес үшін шұқитын таяқшалармен әр жерден кесіп аламыз. Енді қайнататын ыдысымызға суымызды құйып, 1 шай қасық тұз салып, 10 шақты түйір қара бұрыш және 2 түйір лавр жапырағын салып, шұжығымызды салып, ыдысымызды отқа қоямыз. Жақсылап бір қайнағаннан кейін астындағы отын басып, көбігін алып, жарты сағат өте баяу отта шұжығымызды қайнатамыз. Енді тамағымыздың гарнирін дайындап қоямыз. Гарнир үшін өздеріңіз қалаған күріш не болмаса картоп алсаңыздар болады. Мен күріш алдым. Алдыменен қызып тұрған табамызға сары майымызды салып, жуып дайындап қойған күрішімізді салып, жақсылап араластырып, осылай қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін үстіне суымызды құйып, тағы да жақсылап араластырып, үстіне 1 шай қасық прованс шөбі қосылған тұздан салып, астындағы отын басып, жақсылап тағы бір араластырып жіберіп, қақпағын жауып, әбден піскенше қойып қоямыз. Жарты сағат қайнаған шұжығымызды сорпасынан сүзіп алып, суытып қойғанбыз. Енді қызып тұрған табамызға кішкене ғана май құйып, 1 түйір сарымсақты қызартып қуырып, суып тұрған шұжығымызды салып, астындағы отын ашыңқырап, 2 жағын бірдей етіп қызартып қуырып аламыз. Қуырып алғаннан кейін астындағы отын басып, қақпағын жауып, 10 минуттай шұжықтарымызды табаның ішінде қуырып аламыз.
Мінекей шұжығымыз дайын болды. Қасына гарнирін салып, көкөністермен осылай әдемілеп қойдым. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап кеткендерің үшін көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қойдың сүбесінен жасалынатын ерекше бір рулет. Егер де үйдегілерді қуантқыңыз келсе, қонақтарыңызды таңғалдырғыңыз келсе, дәл осы рулетті сізде үйде жасап көріңіз. Жай ғана көріп қана қоймай, қазақ тілді контенттің дамуына аз да болса үлесіңізді қосып, лайкыңызды баса отырыңыз. Сонымен бірге өзіңіз үйде жасап жүрсеңіз, өзіңіздің жасалу жолыңызбен де комментария бөлімінде пікіріңізді қалдыра кетіңіз. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңыраушаны ұмытпай тұрып баса кетіңіз. Сол уақытта менің жаңадан шығатын видео рецептім сізге хабарлама түрінде барып тұрады. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, дәл осы рецептпен сіздер де үйде дайындаңыздар. Өте дәмді әрі жұмсақ болып шығады. Барлығыңызға да сәттілік. Менімен бірге жасаңыздар. Сүбемізді жақсылап жуып алғаннан кейін міндетті түрде осылай құрғатып аламыз. Құрғақ болу керек сүбеміз. Қаймалдың сүбесін алсаңыздар да осындай шандырлы, сіңірлі, еті аздау болып келеді. Өзіне жеке ассаңыз өте дәмді емес, сондықтан да осындай дәмді рулет дайындаған дұрыс. Сүбеміздің арасына салатын осындай фарш алдым. Фарш менде қойдың етінен тартылған. Бір бас жуа, 3-4 түйір сарымсақ, 1 шай қасық кориандр, 1 шай қасық қарабұрыш. Мінекей осы арасына жағатын дәмдеуішіміз. Егер де фарштарыңыз қойдың етінен болмаса, міндетті емес, сиырдың етінен де тартылған етті пайдалана беріңіздер. Алдымен жуамызды ортасынан екіге бөліп, шұқа етіп жапырақтап, одан кейін майда етіп турап аламыз. Рулетімізді кескен кезде әдемі көріну үшін бір түйір шағын ғана сәбізді үккіштің майда көзінен өткізіп аламыз. Егер қаламасаңыздар, сәбізді қоспасаңыздар да болады. Күштен өткізіп алған сәбізімізді жуамыздың үстіне саламыз. Барлығын қосып араластырғанға ыдысымыз тарлық етеді. Үлкенде от салуымыз керекпіз араластыру үшін. Алдыменен тұз бұрышымызды салып алайық. 1 ас қасық толмаға ас тұзын салдым. 1 шай қасық қарабұрыш, 1 шай қасық кориандр және пресстен өткізіліп қойған сарымсағымызды саламыз. Үлкенде от салып, дайындап қойған қоспамызды осыны ыдысқа аударамыз. Үстінен фаршымыз саламыз. Фаршым менде 500 грамм фарштың барлығын салмаймын. 350 граммын ғана пайдаланып жатырмын. Енді қолымызбенен 3-4 минут осылай жақсылап мыжимыз. Осылай езіп мыжыған сайын сәбізбенен жуамыз фаршымызбен жақсы араласып, рулеттің арасына жаққан кезде рулетіміз өте тығыз әдемі болып шығады. Рулетіміздің арасына жағатын қоспамыз дайын. Енді сүбеміз дайындаймыз. 1 шай қасық қарабұрышпенен 1 шай қасық тұзды араластырып, осылай сеуіп, екі жағына бірдей етіп, алақанымызбенен үйкеп жағып шығамыз.
Süбеміздің де тұз бұрышын салып дайындап алдық. Енді ортасына салмасын саламыз. Süбеміздің бір жақ шеті қалың, бір жақ шеті жұқа болып келеді. Қалыңдау жағынан бастап саламыз. Барынша бір тегіс етіп алақанымызбен жайып саламыз. Тек жұқалау жағына келген кезде салмамызды аздау саламыз. Салмамызды салып алдық. Енді қалыңдау жағынан бастап, қолымызбенен барынша нығыздап отырып, süбемізді рулет етіп, шиыршықтап орап аламыз. Рулетімізді орап дайындап алдық. Енді осындай екі шетінен ішіндегі салмамыз шығып кетпейтіндей етіп, екі жағын ішіне арта қайырып, жіппенен байлап аламыз. Айналдырып байлап шығамыз. Рулетімізді жіппен айналдырып байлап алдық. Енді фольгаға салып, фольгаға ораймыз. Фольгамызға орап алдық. Енді қызып тұрған духовкамызда пісіреміз. Үлкен қойдікі болса 2 сағатқа жуық қоямыз. Ал жас қойдың еті болса 1,5 сағатта піседі. Рулетіміз дайын болды. Мен фольгасын ашпастан пісірдім. Егер де рулеттеріңіздің қып-қызыл болып шыққанын тәуір көрсеңіздер, онда бетіндегі фольгасын жыртып жіберіп, 6-7 минутқа қызып тұрған духовкаға қойып алсаңыздар, онда рулеттеріңіз қызарып шыға келеді. Енді ортасынан кесіп көрсетейін. Бір келкі болып шыққан. Иісі де керемет. Дәмі енді кәдімгі қойдың шашылған дәмінен айнымайды. Қымбатты қыз-келіншектер, міндетті түрде осылай етіп дайындаңыздар. Әсіресе жігіттеріңіздің көңілінен шығатыны сөзсіз. Керек затының тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басып, пікірлеріңізді қалдырғаныңыз үшін көп-көп рахмет. Сіздердің әрбір пікірлеріңіз мен үшін маңызды. Сондықтан міндетті түрде лайкта баса кетіңіздер. Тіркелмегендеріңіз тіркеле кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін тағы да көп-көп рахмет. Келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде сүттен жасалынатын тәтті ұлттық десертіміздің бірі тәтті ірімшіктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны көрмес бұрын жанында қоңыраушағында басып тіркеліп кетуді ұмытпаңыз. Ал егер де видео сіздің көңіліңізден шықса, қазақ тілді контентті қолдап, лайкыңызды да баса кетіңіз. Ірімшігімізді осындай табаны қалың ыдыста қайнатамыз. Ірімшігімізді қайнату үшін қолдың 3 литр сүтін алдым, сиырдың сүтін.
Піскен піспеген маңызды емес, сонымен бірге жарты литр қатық, не болмаса айран алыңыздар, бірақ айрандарыңыз қышқыл болмау керек. Не болмаса дүкен сөрелерінде сатылатын құрғақ аштығын да пайдалансаңыздар да болады. Ыдысымызға 3 литр сүтімізді құйып аламыз. Құйып алып отқа қоямыз. Астындағы отын қатты жібермей, қайнауға жеткізбей сүтімізді ысытамыз. Сүтімізді отқа қойғаннан кейін бетіне кілегейден қаймағы тұра бастайды. Бұл сүтіміздің ысығаны. Сүтімізді араластырып жіберіп, үстіне қатығымызды құйып, араластырып, сүтіміздің тасып кетпеуін қадағалап тұрамыз. Бірнеше минуттан соң сүтіміз іріп, осындай қатқылдау масса пайда болады. Қалақшамен бассаңыздар, кәдімгідей қатқылдау және суынан бөлінді. Бұл ірімшігіміздің судан бөлінуі. Енді астындағы отын кішкене ғана ашыңқырап, ешқандай қалақшамен араластырмай, тек қана осылай басып тұрып, қасында тұрып, 6-7 минуттай қайнатамыз. Арасында осылай тек басып қойып тұрамыз. Ірімшігімізді суына батырып тұрамыз. Әлсін батырып тұрамыз. Он шақты минут қайнағаннан соң қолымыздағы қалақшамызбенен ірімшігімізді 4-ке бөлеміз. Астындағы отын басып, қайнауды жалғастырамыз. 20 минуттай қайнағаннан соң ірімшігіміз тағы да қатқылдан формасын жақсы ұстай бастайды. Осы кезде ірімшігімізді аударамыз. Аударып, екінші бетін қайнатамыз. Осылай арасында әрбір 15 минут сайын аударып, қайнатуды жалғастыра береміз. Дәл осылай қайнаған ірімшігіміз сап-сары әрі біркелкі болып шығады. Ірімшігіміздің жасалу жолы оңай болғанменен, дайындалу жолы ұзақ процесс. Бабымен қайнаған ірімшік 2 сағат молынан қайнайды. 1 сағат қайнағаннан кейін 250 грамм қант саламыз. Қайнатуды жалғастырамыз. Ірімшігіміз дайын бола бастаған кезде түсі сарғайып қызара бастайды. 2 сағат толық қайнаған ірімшігіміз дайын болды. Енді бойындағы суын сарқу үшін ситыға салып сүзіп аламыз. Сары суымызды да тастамаймыз. Бұдан да тәтті кәмпит жасаймыз. Бұрынғы әжелеріміз, аналарымыз көктемде осындай уақытта, сүттің мол уақытысында ірімшікті көбірек қайнатып, кептіріп қысқа сақтайтын болған. Өздеріңіз көріп отырғандай, қолдың үстінен табиғи қатықпенен ұйытып, табиғи күйінде ірімшік қайнатып алдық. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Дәл осылай етіп сіздер де үйде қайнатып алыңыздар. Үлкенге де кішіге де ұнайтыны сөзсіз, өте тәтті болып шыққан. Енді 3 литр сүтімізден қанша ірімшік шыққанын өлшеп көрейік. Жалпы салмағы 715 грамм шықты. Таза салмағы 700 граммға қоямыз. Ірімшіктеріңізді жұмсақ күйінде жегілеріңіз келсе, осындай контейнерлерге салып, тоңаш қасық қойып сақтасаңыздар болады. Не болмаса, қағаз майлықтарға салып, кептіріп алыңыздар. Мінекей ұлттық тәттіміздің бірі сары ірімшігіміз дайын болды. Видеоның соңына дейін қарап, көңіл бөліп, лайк басып кеткендер үшін көп-көп рахмет. Менің келесі видеомда аман-есен кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі видео рецептімде жылқы етінен стейк. Дәмі өте дәмді, әрі жұмсақ болып пісетін, тапада оп-оңай ғана дайын болатын стейктің жасалу жолымен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайк басып, пікірлеріңізді қалдыра отырыңыздар. Сонымен бірге тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын
видео рецепттерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау шанында ұмытпай тұрып баса кетіңіздер. Сол уақытта менің жаңадан шығатын рецепттерім сізге хабарлама түрінде барып тұрады. Ендеше видеоның соңына дейін қарап, менімен бірге дайындаңыздар. Стейкімізді жылқының етінен дайындаймын. Көпшіліктің ойында тек қана стейк сиыр еті менен қой етінен дәмді әрі жұмсақ болып шығады деп ойлайды. Негізінен жылқының етінде әдемілеп маринаттап, ең дәмді стейк дайындауға болады. Менің қолымдағы жылқының еті жас жылқының еті. Барынша жас жылқының етін таңдаймыз. Сол кезде дайындалу уақытысы әжептәуір қысқарады. Дәмді әрі тез дайын болады. Етімізді осындай кеспелерге бөліп алып, жақсылап жуып, бойындағы артық суларының бәрін осындай қағаз майлықпен сорғытып аламыз. Етіміз маринатты бойына жақсы сіңіру үшін өте қатты құрғатпаймыз. Етіміз ылғалды күйде болу керек. Етімізді құрғатып алдық. Енді пышақпенен етіміздің кейбір шандыр сіңірлі жерлерін пышақпенен сылып алып тастаймыз. Етіміздің ұнамайтын жерін сылып алып тастадық. Енді пышақтың жүзіменен етіміздің ортасына жеткізбей, екі жағын бірдей осылай тілгілеп аламыз. Осылай етсек етімізге маринатымыз әдемі сіңіп, әрі дәмді, әрі жұмсақ болып шығады. Мінекей осылай етіп тілгілеп аламыз. Қалған еттеріміздің барлығын екі жағын бірдей ортасына жеткізбей, осылай пышақпенен тілгілеп аламыз. Етімізді дайындап алдық. Енді етімізді маринатын дайындаймыз. Ол үшін ыдысымызға 1 шай қасық орегано, 1 шай қасық кинза, жарты шай қасық тимин алдым. Тиминнің дәмі өткір, жарты шай қасық жеткілікті. 1 шай қасық для шашлика дәмдеуші және 1 шай қасық қара бұрыш алдық. Осының үстіне 2 ас қасық соя тұздығын, 2 ас қасық зәйтүн майын құйып, шанышқыменен араластырып аламыз. Маринад үшін құрғақ дәмдеуіштерден өздеріңізге ұнайтын дәмдеуіштерді пайдалана беріңіздер. Маринадымызды етіміздің үстіне құйып, осылай қолымызбенен екі жағына бірдей етіп жағып шығамыз. Жағып алғаннан кейін бетін пищевой пленкамен жауып 10 минутке қойып қоямыз. Етіміз жас малдың еті, сондықтан да 10 минут маринад үшін жеткілікті. Маринадтағы етіміз дайын болды. Енді табамызды отқа қойып, зәйтүн майымызды құямыз, сары майымызды саламыз. 3 жапырақтап тұрылған сарымсағымызды салып, сарымсағымыздың түсі сарғайғанға шейін осылай араластырып қуырып аламыз. Үстіне енді суымызды құямыз. Дайын тұрған етімізді осылай дізіп салып, астындағы отының басын қырап, қақпағын жауып қоямыз. Етіміздің қайнағанына 5 минут өтті. Енді қақпағын ашып, етімізді аударамыз. Әрбір 5 минут сайын осылай етімізді аударып тұрамыз. Аударуды 5 рет қайталаймыз.
етімізді 3-ші рет аударып жатырмын. Егер де үлкен малдың етін алатын болсаңыздар, аударуды 6-7 рет қайталайсыздар. Етімізді 5-ші рет аударып жатырмын. Суы тартылып, тек қана майы ғана қалған. Етіміз қып-қызыл болып пісті. Видеоның басында мен етімді тұздаған жоқпын. Өйткені соя тұздығында тұз бар, сондықтан да тұз салған жоқпын. Енді осы 5-ші рет аударған кезде стейкіміздің үстіне кішкене ғана тұз себезгілеймін. Көп салмаймыз. Қақпағын жауып, астындағы отын басып, 10 минутқа буға қойып қоямыз. Жылқы етінен дайындалған стейкіміз дайын болды. Сырты қып-қызыл, іші толық піскен, әрі жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан. Дәмі шашлықтың дәміне қатты ұқсайды. Ресторанда берілетін стейктерден дәмі ешқандай кемдігі жоқ. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындаңыздар. Сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Өте жұмсақ болып шыққан, әрі дәмді. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Видеоны соңына дейін көріп, мені қолдап кеткендерің үшін алдын ала алғыс айтамын. Сонымен бірге тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Лайктарыңызды баса кетіңіздер. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде көкөністермен бірге мангал пешінде піскен қозының қабырғасынан ерекше кәуіп дайындадым. Дәмі өте дәмді болып шыққан. Әсіресе қонақ келген кезде қонақтарыңыздың көңілінен шығатын осындай әдемі әрі дәмді жұмсақ болып пісетін кәуіп дайындағыңыз келсе, онда видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Сізді қазақша рецепттер қызықтыратын болса, қасындағы қоңырау шанын да ұмытпай баса кетіңіз. Кәуебімізді дайындау үшін қозының екі жақ қабырғасын алдым. Қозының етінен кәуебіміз жұмсақ әрі тез піседі. Қасына шағын ет алдым. Құйрық майынан қостым. Енді осыларды жақсылап маринаттап аламыз. Маринатын дайындау үшін құрғақ дәмдеуіштерден 1 шай қасық қара бұрыш, 1 шай қасық қызыл бұрыш, 1 шай қасық тмин және 1 шай қасық кептірілген сарымсақ алдым. Сонымен бірге шағын 1 түйір жуа алдым және 6% уксус алдым. Алдыменен етімізбенен құйрық майымызды турап аламыз. Өте қатты майдаламай, орташа көлемде осылай бөлшектеп аламыз. Маринатымызды дайындап аламыз. Құрғақ ыдысқа 1,5 шай қасық ас тұзын саламыз. Үстіне құрғақ дәмдеуіштерімізді саламыз. 1 түйір жуамызды үккіштің орташа көзінен өткізіп саламыз. 1 шай қасық уксусымызды құямыз. 50 мл шамасында суымызды құйып, үстіне иіссіз сұйық майымыздан 1 шай қасық құйып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Дәмін көреміз. Тұзы кемдеу екен, тағы да 1 шай қасық толар-толмас тұз салдым. Маринатымызды дайындап алдық. Енді маринатымызды етіміздің үстінен құйып, барлық жеріне бірдей сіңетіндей етіп, осылай қолымызбенен жағып шығамыз. Етімізді маринаттап алдық. Етімізді ыдысқа салып, үстін пищевой пленкамен жауып, әр жерін пышақтың ұшымен тесіп, тоңашқа 5-6 сағатқа қойып қоямыз.
Картопымызды дайындап аламыз. Тез пісірушінің осындай шағын түрінен алдым. Картопымызды ортасынан пышақпенен қақ бөліп, тұз бұрышын саламыз. Құрғақ дәмдеуіштен салдым. Кішкене сұйық май құйып, жақсылап араластырып, бір-бір картоптан фольгамызға орап аламыз. Бес-алты сағат тоңашта тұрған етіміз жақсылап маринатталды. Отымызды қыздырып дайындап қойдық. Енді осындай барбекю ыдысымызға етімізді орналастырып аламыз. Егер сіздер жер үйде тұрмайтын болсаңыздар, онда өздеріңіздің кәдімгі үйде тамақ пісіріп жүрген газ плиталарыңыздың астындағы духовкаға да дәл осылай етіп пісіріп ала беруге болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Алдыменен екі қабырғамызды орналастырамыз. Ортасына ет пенен құйрық майымызды саламыз. Далада енді қызып жатқан пешімізге апарамыз. Екі жағын бірдей қызартып пісіріп аламыз. Картопымызды да етпен бірге шоқтап пісіретін боламыз. Енді кәуебімізге қосып берілетін салатымызды дайындап аламыз. Алдымен жуамызды маринаттап аламыз. Ол үшін жуамызды ортасынан бөліп, шұқалап турап аламыз. Турап алған жуамыздың үстіне жарты шай қасық ас тұзын саламыз. Толар-толмас бір шай қасық қант саламыз. Бір шай қасық уксусымыздан құямыз. Жарты шай қасық ащы бұрышымызды салып, араластырып, жуамызды алып қоямыз. Салатымызды дайындау үшін қияр менен қызанақ алдым, және шағын-шағын бума, аскөк, ақжелкен, кинза алдым. 5-6 түйірі көкжуадан турап қосамыз. Алдыменен қиярымызды ортасынан бөліп, ірі-ірі етіп турап аламыз. Қызанағымызды дәл солай 4-5 бөлікке бөлсек жеткілікті. Аскөгімізді де, ақжелкенімізді де барлығын өте қатты майдаламай турап аламыз. Турап алған салатымыздың үстіне қасықтың ұшымен ғана тұз себеміз, көп салмаймыз, араластырамыз. Үстінен зәйтүн майын құямыз. Маринатта тұрған жуамызды сығып саламыз, араластырамыз. Салатымыз дайын. Далада пісіп жатқан картопымызбенен қабырғамызды көрсетіп қояйын. Қабырғамызда картопымызды әбден пісті, ала беруге болады. Картоптарымыз осындай әдемі сап-сары әрі дәмді болып піскен. Картопымызды орналастырып алғаннан соң бір шетіне ығыстырып, бір жақ қабырғамызды теріс айналдырып орап, шпажкаменен түйіліп, корона формасын келтіріп, тарелкамыздың ортасына орналастырамыз. Ал бір жақ қабырғамызды осылай жайып салып, үстіне туралған етпенен құйрық майымызды саламыз. Бір жақ шетін ірі-ірі ғып туралған көк пиязбен әсемдейміз. Бір жақ шетіне салатымызды саламыз. Осылай әдемі етіп дастарханға апарамыз. Кәуебіміздің дәмі өте керемет болып шыққан. Әрі жұмсақ, әрі дәмді. Дәл осы рецептпен сіздер де дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Егер де видео көңілдеріңізден шығып жатса, міндетті түрде лайк баса кетіңіздер. Видеоны соңына дейін көргендеріңіз үшін де көп-көп рахмет. Алдағы уақытта осы арнамда тағы да неше түрлі рецептермен бөлісетін боламын. Міндетті түрде тіркеле кетіңіздер. Ендеше келесі видеода кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде ең қарапайым дайындалатын круассанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Круассандарымыз өте жұмсақ, әрі дәмді болып шыққан. Дәл осы рецептімен дайындасаңыздар, сіздерде де осындай круассандар шығады. Осы видео рецепті көңілдеріңізден шықса,
видеоның соңында лайктарыңызды басып, комментарияларыңызды қалдыра кеттіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, алдағы уақытта менің жаңадан шығатын рецептілерімді жіберіп алмас үшін жанында қоңырау да ұмытпай баса кетіңіздер. Круассандарымыздың жұмсақ болып шығу қамырына байланысты. Алдыменен қамырымызды илемес бұрын аштығымызды дайындап аламыз. Дәл осылай ашытып иленген қамырымыз әдемі көтеріледі. Алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы жылы суымызды құямыз. Жарты шай қасық тұз саламыз. Жылы сүтімізді құямыз. Сүт пенен суымыздың екеуін бірдей мөлшерде аламыз. Сүттен кейін қантымызды саламыз. Қантымыз ергенше тағы да венчикпенен араластырып аламыз. Сүтіміз бен суымыздың үстіне құрғақ аштығымызды саламыз. Аштығымыз әбден ергенше венчикпенен жақсылап араластырып аламыз. Екі ас қасық иіссіз сұйық майымызды құямыз. Екі жұмыртқа пайдаланамыз. Бір жұмыртқамызды жарып, сарысын круассандарымыздың бетіне жағуға алып қаламыз. Ағын ғана құямыз. Ал екінші жұмыртқамызды бүтіндей салып, венчикпенен жақсылап араластырамыз. Аштығымыздың бетін осындай пленкамен жауып, жылы жерге көтерілгенше қойып қоямыз. Аштығымыз дайын болды. Қамырымызды осындай жақсы көтерілген аштығымен илейміз. Қамыр илейтін ұнымызды алдын ала өлшеп, бір рет ситадан өткізіп қойғанмын. Енді екінші мәрте тағы да аштығымыздың үстіне осылай ситадан өткізіп саламыз. Барлығын бірден салмай, біртіндеп салып отырып, қамырымызды илейміз. Қамырымыздың басы біріккен кезде соңғы ұнымызды салып, енді қолымызбенен 6 минуттай қамырымыз әбден біріккенше осылай илеп аламыз. Қамырымызды илеп алдық. Қамырымыз жұмсақ әрі осындай жылтыр болып шығу керек. Қамырымыздың бетін жауып, көтерілуге қойып қоямыз. Көтерілген қамырымызды 2 рет қайтарып илеп, басып қоямыз. 3-ші рет көтерілген кезде круассандарымызды дайындаймыз. Қамырымыз 3-ші рет көтерілді. Осындай болып көтерілу керек. Қамырымызды енді столдың үстіне кішкене ұн сеуіп, илеп аламыз. Алдымен 2-ге бөліп, тағы да бірнеше бөліктерге бөлеміз. 10, не болмаса 12 күлше шығу керек. Күлшелеп алған қамырларымызды кеуіп қалмас үшін үстіне осындай сүлгімен жауып, шетінен алып отырып, оқтауменен жайып аламыз. Жайып алған қамырларымызды өте қатты жұқа қылмай, 3 мм шамасындай қалыңдықта жайып аламыз. Жайып алған қамырларымыз бір-біріне жабысып қалмас үшін ортасына ұн сеуіп қоямыз. Күлшелеріміздің барлығын жайып алдық. Енді
бөлме температурасында жылып тұрған сары майымыздан 1 шай қасық толмаған сары май салып, тегістеп жағып шығамыз. Екінші күлшемізді осы күлшеміздің бетіне беттестіріп жайып саламыз. Оның да бетіне тағы да осындай сары май салып жағып шығамыз. Тек ең соңғы күлшеміздің бетіне ғана сары майымызды жақпаймыз. Круассандарыңыздың өте үлкен болғанын қаласаңыздар, 12 күлшелеріңізді осылай бірден жасайсыздар. Ал егер мен сияқты өте үлкен қаламасаңыздар, алтау-алтаудан бөліп жасайсыздар. Күлшелерімді 6-6-дан 2-ке бөліп алдым. Барлығының арасына май жақшыдым. Тек соңғы бетіне ғана май жақпаймыз. Арасы осындай болып шығады. Екінші бөлігін кеуіп қалмас үшін бетіне сүлгі жауып алып қоямыз. Мына күлшеміздің бетіне кішкене ұн сеуіп, оқтауменен жайып аламыз. Қамырымызды жайып алдық. Пышақпенен 4-ке бөліп аламыз. Әр бөлген бөлігімізді бірнеше бөлшекке бөлеміз. Ораған кезде көлемді болып шығу үшін шетін осылай пышақпенен кертіп, кесіп шығамыз. Салмасына өздеріңіз қалаған тосап болсын, вареный сгущенка болсын сала бересіздер. Қалауларыңызға байланысты. Мен шоколад салып жатырмын. Бүктеген кезде осылай салып, қолымызбен шиыршықтап, созып отырып ораймыз. Дайын болған круассандарымызды противеньге арасын жиылмай осылай дізіп саламыз. Бетін салфанмен жауып, көтерілуге 6-7 минутке қойып қоямыз. Екінші күлшемізді де дәл осылай дайындап аламыз. Круассандарымыздың бетіне жұмыртқамыздың сарысын жағып, қызып тұрған духовкамызға саламыз. Круассандарымыздың ортасы да қатпарлы әрі жұмсақ болып шыққан. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар. Керек заттың тізімін жазба бөлімде қалдырып кететін боламын. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде қысқа арналған көкөністерден дайындалатын дәмді салаттың жасалу жолымен бөлісетін боламын. Салатымыз әр өңірлерде әрқалай аталады. Кей өңірлерде осенний деп жатады, ал кейбір жерлерде свежий салат деп атап жатады. Рецепті өте қарапайым. Бар болғаны қолыңызда қандай көкөністер бар, соны қосып жасай бересіз. Дәмі соған қарамастан өте дәмдіс болып шығады. Әсіресе тұра-тұра өзінің әрбір көкөнісіміз дәмін ашып, ерекше дәмді салат болып шығады. Әрі қолжетімді, әрі оңай. Бар болғаны барлық көкөністеріңізді араластырып, банкаға салып, сыртынан стерилизовать етіп, осындай дәмді салат жасай аласыздар. Ендеше видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды басып отырыңыздар. Барлық көкөністерімізді жақсылап жуып, құрғатып аламыз. Алдыменен қырыққабатымыздан бастаймыз. Қырыққабатымызды осылай ортасынан бөліп, ұзыншалап, жіңішкелеп турап аламыз. Қырыққабатымызды дәл осылай ұзыншалап, жіңішкелеп турап аламыз. Ал сәбізімізді үкіштің ірі көзінен өткізіп аламыз. Салатымызды жеген кезде қолайсыздық туғыздырмас үшін пышақпенен ұзын-ұзын сәбіздерімізді әр жерден 2-3 бөлікке бөліп тастаңыздар.
Жуамызды тураймыз. Жуамыздың дәмі салатымызда сезіліп, әрі езіліп кетпеу керек. Сондықтан да өте қатты жіңішкелемей, осылай біркелкі етіп турап аламыз. Жуамызды турап алғаннан соң, қырыққабатпен сәбізіміздің үстінен салып, жарты ас қасық тұз салып, қолымызбен мышып, салмағымызды салмай араластырып қоямыз. Болгар бұрыштарымызды да ортасынан бөліп, дәннен тазалап, ұзыншалап тураймыз. Салатымызға ерекше дәм беру үшін жартылай ащы бұрышымыздан да 2-3 түйірін қосамыз. Осы дөңгөн бұрыштары салатымызға ерекше дәм береді, сондықтан да сіздер де 2-3 түйір қосуды ұмытпаңыздар. Турап алған болгар бұрышымызды да салатымыздың үстіне салып, астын үстіне шығарып, араластырып қоямыз. Қиярымызды да дөңгелектеп, жұқалап турап аламыз. Салатымызға қосатын қызанақтарымызды барынша майда түрінен, еттілеу түрінен аламыз. Ортасынан бөліп, осылай бірнеше бөлікке бөліп тастаймыз. Sarımsақтарымызды жұқалап, өте қатты ұсақтамай турап аламыз. Көгіміз бен ақжелкенімізді де өте қатты ұсақтамай тураймыз. Салатымыздың барлық құрамын турап алдық. Енді салатымыздың үстіне 2 ас қасық ас тұзын саламыз. Түйір қара бұрышымызды саламыз. Егер де майда болса, 2 шай қасығын салыңыздар, ал ірі болса 10 шақты түйірін салыңыздар. Енді салатымыздың үстіне 100 мл зәйтүн майын құямыз. 80 мл-дей иіссіз сұйық майымыздан құямыз. Қант салуды ұмытып барады екенмін. 1 ас қасық толық қантымызды саламыз. 1 ас қасық толық 70% уксусымыздан құямыз. Қолымызға қолғабымызды киіп, салатымызды мыжымай, астын үстіне шығарып араластырып, бетін жауып, жарты сағатқа қойып қоямыз. Жарты сағаттан соң көкөністеріміздің өзінің бойынан су бөлінеді. Бұл салатымыздың дайын болғаны. Алдын ала жуып тазалап қойған банкілерімізге осылай салатымызды саламыз. Үстінен басыңқырап, нығыздаңқырап саламыз. Арасында осылай банкілерімізді сілкілеп аламыз. Алдын ала банканы стерилдеудің қажеті жоқ. Бар болған жақсылап жуып алсаңыздар сол жеткілікті. Банкаларымызды салатымызбен толтырып алдық. Енді осы банкаларымыз сиятындай үлкендеу от салып, түбіне майлығымызды төсеп, иығына келетіндей етіп су құйып, отқа қоямыз. Қайнағаннан кейін толық 20 минут қайнатамыз. Қақпақтарын бұрап жаппаймыз. Қайнап болғаннан кейін барып, станокпен бекітеміз. Жиырма минут толық қайнаған салатымызды шетінен алып, осылай қақпағын станокпен бекітіп, дұрыс жабылған жабылмағанын тексеріп, төңкеріп, үстін жылы жауып, 2-3 күнге шейін әбден суығанша қойып қоямыз.
керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кететін боламын. Дәл осы рецептімен дайындап алыңыздар. Қыстың күні ең дәмді салаттың бірі. Видео көңілдеріңізден шығып жатса, лайктарыңызды баса кетіңіздер. Ал тіркелмегендеріңіз болса, жанында қоңырау шанында баса кетіңіздер. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін көп рахмет. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Бүгінгі видео рецептімде Кавказ халқының хичини деп аталатын күлше нанның жасалу жолымен бөлісетін боламын. Жасалу жолы өте қарапайым. Қарапайымдығына қарамастан өте дәмді болып шығатын осы күлше нанның жасалу жолы сізді қызықтырса, видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз жанында қоңырау шанында ұмытпай тұрып баса кетіңіз. Салмасына 3 түйір картоп алдым. Картопымызды жуып тазалап, 3-4 бөлікке бөліп, суда пісіріп аламыз. Картопымызды отқа қойдық. Қамырымызды илеп аламыз. Ыдысымызға бөлме температурасындағы кефирімізді құямыз. 1 шай қасық ас тұзын саламыз. 1 шай қасық толар-толмас ас содасын саламыз. Қалақшамызбен жақсылап араластырып бұлғап аламыз. Ас содасы кефирге түскесін 2 сағат беріп жұмыс істей бастайды. Осы кезде араластырып жіберіп, өлшеп дайындап қойған ұнымызды шетінен салып, қамырымызды илейміз. Қамырымызды бірден салмаймыз, осылай шетінен елеп тұрып саламыз. Қамырымыз осындай жұмсақ болып шығу керек. Бетін пищевой пленкамен жауып, тындырып қоямыз. Піскен картопымызды сүзіп алып, осылай пюре болып езіп аламыз. Картопымызды суытпай, жылы күйінде үстіне сары майымызды салып, қасықпен араластырып аламыз. Үйіміздің ортасындағы салмасының ерекше дәмді қышқыл болуы осы сүзбеменен ірімшігімізге байланысты. Ірімшігімізді күштің орташа көзінен өткізіп аламыз. Күлшеміздің салмасын 2 түрлі етіп жасаймын. Картопымызды 2-ге бөліп аламын. Бір бөлігіне тек қана ірімшік пен картоп қосамын, ал екінші бөлігіне сүзбемізді, ірімшігімізді, картопымызды қосып араластырамыз. Бөліп алған картопымыздың үстіне күштен өткізілген ірімшігімізді саламыз, сүзбемізді саламыз. Жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Ірімшігіміз тұздалған, сондықтан тұзды абайлап саламыз. Дәмін көріп барып саламыз. Қанған қамырымызды алып, бірнеше бөлікке бөлеміз. Әр бөлігімізді домалақтап, шағын күлшелер жасаймыз. Енді күлшелерімізді оқтауменен жайып аламыз. Екі шетін жұқа, ортасын қалыңдау етіп жаямыз. Дайындап қойған салмамызды ортасына салып, қамырымызды шетінен бүктеп отырып, домалақ шар сияқты етіп жасап аламыз.
Барлық күлшелерімізді ортасына салмасын салып, оқтауменен осылай домалақтап жайып алдық. Қызып тұрған тапамызға салып, орта отта екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Әрбір күлшеміз піскен сайын осылай сармайымызды мол етіп жағамыз. Хищене күлшелеріміз дайын болды. Салмасы да ерекше дәмді, әрі жұмсақ болып шықты. Дәл осы рецептпен дайындаңыздар, сіздерге ұнайды деп ойлаймын. Керек заттың тізімін жазба бөлімінде қалдырып кетемін. Видеоны соңына дейін көріп, лайк басқандарың үшін көп-көп рахмет. Менің келесі видеомда кездескенге шейін аман саулықта болайық. Қайырлы күн баршаңызға. Менің арнама қош келдіңіздер. Қыстың күні иісі бұрқыраған тәтті қауын жегілеріңіз келсе, онда менің арнамнан алыстамаңыздар. Бүгін осы арнамда өзімнің жылда қысқа арнап қауын сақтайтын тәсілмен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, лайктарыңызды баса отырыңыздар. Ал тіркелмегендеріңіз болса, қасындағы қоңырау шанында басып, тіркеліп кетуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта осы арнамда әртүрлі рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен сиропымызды дайындап аламыз. Ыдысымызға қантымызды саламыз. Үстіне 100 мл шамасында суымызды құямыз. Толық бір ас қасық таза табиғи балымызды саламыз. Қантпенен балымызды қасықпенен араластырып аламыз. Осыдан кейін отқа қоямыз. Өте баяу отта араластырып тұрып, сироп дайындап аламыз. Сиропымызды қайнатпаймыз, тек қана бал менен қантымыздың әбден толық ерігенін қадағалаймыз. Сиропымызды дайындап алдық. Енді сиропымыз соғанға шейін қауындарымызды дайындаймыз. Қауынымыздың сыртын жуып, құрғатып сүртіп алдық. Сақтайтын қауынымызды осындай еті тығыз, қатты сортынан аламыз. Ортасындағы дәнін алып тастаймыз. Тек қана таза етін ғана кесіп аламыз. Мен екі түрінен дайындаймын. Біреуі менің қолымдағы бөлекше сорты, екіншісі әміре қауын. Осындай әміре қауыннан екі түрінен дайындаймын. Қауындарымызды осылай тіліктеп кесіп алып, қабығынан сылып алып аламыз. Қауындарымызды пластик ыдыста сақтаймыз. Ыдыстарымыздың ішінде қауындарымыз еркін тұру керек. Сол үшін барынша сол ыдысымыздың көлеміне қарата қауындарымызды турап аламыз. Барынша майдаламаймыз, шұқаламаймыз. Мұздатқышқа түскеннен кейін кішкене көлемін жоғалтады. Сондықтан майдаламауға тырысамыз.
осылай етіп қауындарымызды ыдысымызға салып аламыз. Өте қатты нығыздамаймыз. Енді суып тұрған сироптарымызды үстінен жайлап құйып шығамыз. Арасына сіңетіндей етіп, осылай жаймендеп біркелкі етіп құйып шығамыз. Сиропымыз қауынымызға жақсы сіңу үшін қақпағын жауып 10 минутқа бөлме температурасында қалдыра тұрамыз. 10 минуттан соң мұздатқыш камерасына орналастырамыз. Мінекей, қыстың күні иісі бұрқыраған таза табиғи гемоглобин көтеретін десертіміз дайын болды. Қайнаған су құйсаңыз компот болады. Фруктовый салат жасайсыз. Сонымен бірге пирог пісірсеңіз пропитка есебінде пайдаланасыз. Дүкен сөресінен сатып алмайтын табиғи десертті үйде жасаңыздар.